Баршаңызға Алланың сәлемі болсын. Жаратушымызға сансыз мақтаулар айтып, сүйікті пайғамбарымызға сәлем мен салауаттар жолдаймыз. Қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Міне көзді ашып жұмғанша Рамазан айының соңы да таяп қалды. Қасиетті айдың ең бағалы соңғы 10 күндігінде уақытты ұтымды пайдаланып, құлшылыққа арнау әр мұсылманның өз ынта-жігеріне байланысты. Рамазан айының соңғы 10 түні жылдың ең берекелі, ең нұрлы түндері болғандықтан құлшылығымызды барынша арттырып, өзімізді Раббымызға арнауымыз қажет. Себебі осы 10 түннің ішінде Алла тағала Құранда 1000 айдан да қайырлы деп ерекше баға берген қасиетті қадір түні жасырын тұр. Яғни жасаған амалымыз қадір түніне дөп түссе, ол Алла құзырында шамамен 83 жылды құлшылыққа татитын болады. Хадисте Алла елшісі Рамазан айының соңғы 10 түнінде басқа уақыттағы құлшылыққа қарағанда көбірек құлшылық жасайтын деп келтірілген. Осы орайда мұндай берекелі күн мен түндерді тиімді өткізудің 10 жолын ұсынамыз. Бірінші амал ихтикафқа кіру. Ихтикаф деп ауыз берер кезде ниет ете отырып белгілі уақыт аралығында мешітте немесе соған ұқсас жерде тұруды айтады. Ихтикафтың шариғаттағы үкімі бекітілген сүннет. Айша ибн Омар Әнәстің риуаяттарында Алла елшісі Мәдинаға келгеннен кейін көз жұмғанға дейін Рамазанның соңғы 10 күнін ихтикафпен өткізетін деп келген. Ихтикафтың мақсаты адамның оңаша қалып, шынайы ықыласпен Аллаға бет бұру, оған жақындауға тырысуы. Ихтикафтың ең аз мерзімі 1 тәулік. Әйел адамда ихтикафқа кіре алады. Әйел адамдарда жұбайларының рұқсатымен мешітке ихтикафқа кіре алады. Немесе өз үйлерінің намаз оқуға арналған бөлмелерінде де жасай алады. Нәпіл ихтикаф. Толық 10 тәулік ихтикафқа кіру мүмкіндігі болмаған адамдар уақытын барынша мешітте өткізіп, шамасы жеткен уақыт аралығында ихтикаф жасағаны абзал. Мысалы, жұмыс бабымен сүннет ихтикаф орындай алмаған адамдар демалыс күндері 1-2 күнге ихтикафқа кіре алады. Ихтикафтың үлкен сауабы. Әли ибн Хусейн әкесінен пайғамбардың былай дегенін жеткізеді. Рамазан айының 10 күнінде ихтикафқа кірген адам қажылық пен умраның сауабын алады. Абдулла ибн Аббас пайғамбарымыздың былай дегенін жеткізеді. Кімде-кім бір күн болса да ихтикафқа кірсе, Алла одан жаһаннамды ұзақ қылады. Екінші амал күнделікті құлшылық тізімін жасау. Ұялы телефоныңыздан осы 10 күндікте болса да алыстап, әлеуметтік желілермен байланысыңызды шамаңыз жеткенше үзе тұрыңыз. Уақытты барынша тиімді өткізіп, бос істерге кетіріп алмау үшін күнделікті атқаратын Құран оқу, дұға, зікір, нәпіл намаз секілді құлшылықтар тізімін жасап қойған абзал. Күнделікті амалдардың тізімін жасау істеріңізді жүйеге келтіріп, барлығын өз уақытында орындауға көмектеседі. Үшінші амал түнгі құлшылықта ерекше ынталы болу. Алла елшісі Рамазан айының соңғы 10 түнде басқа уақыттағы құлшылыққа қарағанда көбірек құлшылық жасайтын. Рамазанның соңғы 10 түні ең қасиетті түндер. Сондықтан құлшылықты барынша арттыру керек. Әсіресе қадір түні жасырылған тақ түндері. Осы түндерді құлшылықпен өткізсек, қадір түніне түсуіміз әбден мүмкін, яғни жасаған құлшылығымыз Алла құзырында шамамен 83 жылдық құлшылыққа тең болады. Бұл қасиеті жағынан адамның ғұмырынан да ұзақ түн. Төртінші амал Құранды көбірек оқу. Құран оқу үшін Құран түскен қадір түнінен артық уақыт жоқ шығар. Ислам дәуірінің әуелгілері соңғы 10 күн мен түндері Құран оқуды арттыратын еді. Есте сақтаңыз, Рамазан айында Құранның оқылған әр әрпіне 700 сауап беріледі. Құран оқи алмайтын адам Құранды тыңдап көз жүгірткенге де сауап алады. Пайғамбарымыз айтады, кімде-кім Құранның бір аятын ден қойып тыңдаса, оған бір сауапты іс жазылады, ол міндетті түрде арттырылады. Ал кімде-кім Құранды дауыстап оқитын болса, ақырет күні ол нұрға бөленеді. Құран оқуға шамасы жетпегендер Құран тыңдап, оның аяттарының астарындағы терең мағынаға көңіл бөліп үңілу керек. Ескерту, түнгі уақытта Мүлк сүресін, жұма күні Кәхф сүресін, Кафирун, Ықылас секілді сүрелерді оқыған абзал. Абдулла ибн Аббас және Анас ибн Мәліктен жеткізілген хабарда былай делінген. Кімде-кім Зілзәлә сүресін оқыса, Құранның жартысын оқығандай болады. Кімде-кім Кафирун сүресін оқыса, Құранның 4/1 оқығандай болады. Кімде-кім Ықылас сүресін оқыса, Құранның 3/1 оқығандай болады. Бесінші амал бұл нәпіл намаздар. Соңғы 10 күнде нәпіл намаз орындау Аллаға жақындаудың керемет жолы.
Хадис Кудсида Алла тағала былай дейді: менің құлым мен оны жақсы көрмейінше маған нәпіл құлшылық арқылы жақындай береді. Нәпіл намаздардың бірнешеуін атап өтсек, дұға намазы, сәлем намазы, дәреттен кейінгі намаз, тәхәджүд намазы. Нәпіл құлшылықтардың ішінде тәхәджүд намазы бірінші орында екеніне ғалымдар бір ауыздан келісті. 6-шы амал көп зікір, салауат айту. Құранда Алла тағала былай дейді: Алланы көп зікір етуші ерлер мен әйелдер үшін Аллах тағала жарылқау және ұлы сыйлық, яғни жәннатты әзірледі. 7-ші амал көп дұға ету. Алланың құзырында дұғадан құрметті нәрсе жоқ. Расында дұға Раббысы мен пендесін әрдайым байланыстырып тұратын құнды құлшылықтың бірі. Осы түндерде адам өзі, туыстары, мұсылман бауырлар үшін көбірек дұға еткені абзал. Маңызды тілектерді ұмытып кетпес үшін дұғаларды қағазға тізіп қойып оқуға болады. Алла тағала Құранда былай дейді: егер құлдарым мен туралы сенен сұраса, өте жақынмын, қашан менен тілесе, тілеушінің тілегін қабыл етемін. Ендеше оларда әмірімді қабыл етсін және маған сенсін. Әрине тура жол тапқан болар еді. 8-ші жасау керек нәрсе сүннетке амал ету. Сүннетке амал етудің маңыздылығы жайында Құран мен хадистерде былай делінген: егер Алланы сүйсеңдер, онда маған ілесіңдер. Алла сендерді жақсы көріп, күнәларыңды жарылқайды. Өйткені Алла аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. Кім менің сүннетімді сүйсе, расында мені сүйгені. Ал кім мені сүйсе, менімен жәннатта болады. Пайғамбарымыздың ұйқыдан ояну, дәретхана, тамақ ішу, киіну, үйден шығу, месуак қолдану, ұйқыға жату кездеріндегі сүннеттерін соңғы 10 күнде атқарып бастау арқылы өмірлік көркем әдетке айналдыруға тырысу керек. 9-шы тәубе ету. Салман әл-Фараси атты сахаба Алла елшісі Шағбан айының соңғы күні Рамазанға қатысты былай дегенін жеткізді: бұл алғашқы басы мейірім, ортасы кешірім, ал соңы оттан сақтау болған ай. Бұл 10 күндікте айтылатын ең күшті дұға. Айша анамыз: мен Алла елшісінен, я Расулалла, мен қадір түні қай түн екенін білсем, не айтуым керек деп сұрағанда ол былай деді: иә, Алла, расында сен кешірушісің және кешіруді ұнатасың, бізді кешіре көр, деген дұғаны айтқан болатын. Осы түндері адам Алладан өзін, туыстарын және мұсылмандарды кешіруді, күнәларын жасыруды және тозақ отынан сақтауды тілеу керек. 10-шы амал қадір түнін іздеу. Құранда былай айтылған: ашық баян етуші Құранға серт. Шын мәнінде оны құтты бір кеште түсірдік. Расында біз ескертушіміз. Қадір түннің ерекшелігі оған арналған Құран сүресінен ақ көрінеді. Қадір түні 1000 айдан да қайырлы. 83 жылға немесе 30 000 түнге татитын бұл түн ең сенімді деректер бойынша Рамазан айының тақ түндеріне сай келеді. Сондықтан Рамазан айының соңғы 10 түні толық құлшылық еткеніміз абзал. Оған шама келмесе, тақ түндері. Оған да шама келмесе, тым болмағанда 27-ші түнде. Рамазан айының соңғы 10 күндігінде жасау керек амалдарды бір қайталап өтсек. Ихтикафқа кіру. Күнделікті құлшылық тізімін жасау. Түнгі құлшылықта ерекше ынталы болу. Құранды көбірек оқу. Нәпіл намаздарды оқу. Көп зікір, салауат айту. Көп дұға ету. Сүннетке амал ету. Тәубе ету. Қадір түнін іздеу. Алла тағала Рамазан айында ойымызды, бойымызды, амалдарымызды қажетті деңгейде өзгерістерден өткізіп, жыл бойы үздіксіз амал етуді нәсіп етсін. Алла тағала тұтқан оразаларыңызды қабыл етіп, ғибадаттарыңызға мол сауаптан жазсын. Қадірлі де құрметті көрермендер, ең жақсы дұғалар қайда десек, әрине, бұл Құрандағы дұғалар. Сондықтан сіздер үшін арнайы жинақталған Құрандағы 40 дұға электронды кітапшасы сатылымда. Кітапшада ризық, береке, кешірім сұрау, иман байлығы және тағы да басқа тақырыпта дұғалар бар. Бағасы 50% жеңілдікпен бар болғаны 1000 теңге. Қолжетімді, арзан бағада алып үлгеріңіз. Сонымен қатар әр сатып алушыға сыйлыққа 5 керемет электронды кітапша беріледі. Олар пайғамбарлар дұғалары, кешірім сұрау дұғалары, мыңдаған сауабы бар 6 салауат, ризық арттырудың 15 жолы мен ризық пен береке туралы 25 дұға. Асығыңыз, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз, экранда көрсетілген нөмірге жеңілдік сөзін жазыңыз да, төлем жасап электронды кітапшаларды бірден алыңыз.